Басынан айт. Не дейсің? Додо пицца, пицца, дог, сүри. Ауысып кеттің ба, не қазір ғана макарон жеймін деп жатыр едің ғой. Макарон ба или додо пицца ма? Қайсысы? Додо пицца. Додо пицца. Жарайды. Маған да сол заказ бере, саған дұрыс болып тұр негізі. Түнгі сағат 2-де макарон істегім келіп отқан жоқ. Біз бір бөлмеде жайылып жатамыз. Мына жерде папасы бір баламен жатады. Мына жерде мамасы бір баламен жатады. Балалар ұйықтағанша папа менен маманың ортасында жатамын. Таңертең тұрып қарасам, шетке жатып қаламын дегендей болады бізде. Так, 2 бала кетті ма осылай? Сосын мына жерге 2 бала жатады. Болды, мына жақ уже есік. 4 баласы бар ата-аналар, біз осылай ұйықтаймыз. Сіздер қалай ұйықтайсыздар? Ертерек кеңірек үйге көшу керек еді, симай жатырмыз. Түнгі сағат неш? Неге ұйықтамайсыңдар сендер? Енді сәл ойнаймыз ко? Сәл ойнамасын. Мәна, Сарбай деген бар ғой. Бәрін білет, бәрін түсінет, бәрін істейді. Бірақ носкиді шешкеннен кейін, анау стиралканың жанында кір салатын не тұр, бачок тұр. Соған апарып салуды білмейді ғой. 8 жыл болды ма бірге тұрып жатқанымызға, Аллаға шүкір. 8 жылдың жемістері. Бірақ бәрі болды да, бәрін әйтеуір келістік, ортақ шешім тауып, әдем өмір сүріп жатырмыз. Тек осының шешімі табылмай жатыр. Бұл кісі жеңбейді, мен жеңбеймін. Бұл кісі мен айтқанымды істей салмайды, мен оны алып апарып қоя салмаймын, в общем ше. Бірақ один фиг соңында черт болып өзің жинайсың да. Кай әкені ұрма. Кай жігіт бірінші макарон деді, артынан камераға додо пицца деді. Пицца жегеннен кейін сыры деген қалың, мен асқазаным ауырады лично өзімнің. Біраз уақытқа дейін маған құрту қиын болады. Сонымен мамасы макарон істеді, ойлайындар, түннің бір уағында. Привет. Қызым, сен камера қозғыза болып привет дей береткесің да, я? Я деймі, ешім. Бір-біріне жабыспай, нормально болып тұрғанда, нормально болып тұр менге көңіл күйім ше. Қазір берем қарның ашса.